Қайырлы күн оқушылар, сіздермен бірге бүгін біз шығым және де шығын тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы бұл тақырыпқа байланысты бізде ұбт-да келетін тек қана есептеулер. Енді бүгінгі сабаққа келетін болсақ, біз өнімнің шығымы, сол шығымның бізде теориялық және де практикалық деп жіктелінуін, сонымен қатар шығын тақырыптарын қарастырамыз. Ең алдымен шығым деген тақырыпты түсінбес бұрын мынандай сіздерге бір схемамен көрсетейін. Бізде енді сіздер алдағы уақытта бұйыртса педагогика мамандықтарына түсіп жататын болсаңыздар, сіздерге бүйтеді, бір мырышты алады и соған апарып күкіртті әрекеттестіреді. Сонда сіздерде мырыштың сульфиді жалпы реакция осылай жүру керек. Осыны сіздер зертханада жасап жатсыздар. И сіздерге айтады мұғалім, 20 грамм мырышты аласың дейді. Күкірттің массасы 12 грамм дейді. Сіздер енді зертхананы жасамас бұрын ойлайсыздар логикалық түрде. 20 грамм мырыш әрекеттесіп жатыр, күкірт 12 грамм әрекеттесіп жатыр, яғни менде 32 грамм мырыштың сульфиді түзілу керек дейсіздер. Логикалық түрде солай ойлайсыздар. Сіздерде 32 грамм негізі түзілуі керек. Бірақ сіздер зертханада жұмыс жасап жатқан кезде белгілі бір қателіктер болады. Мысалы, ыдысқа барып мырыш жабысып қалады деген сияқты, біраз граммы, күкірт барып жабысып қалады деген сияқты. Сонымен оның массасы 32 грамм емес, мысалы 30 грамм түсіп қалады. Бұл қалады. Яғни сіздерде мына 30 грамм деген практика жүзінде жасаған массаларыңыз, бұл практикалық жалпылама масса. Ал мына 32 грамм дегендеріңіз сіздерде логикалық түрде ойлап жатсыздар ғой, бұл теориялық масса. Яғни массалар бізде осылай жіктелді. Осы теориялық масса мен практикалық масса арқылы бізде енді 2 грамм сіздерде жоғалып кетіп тұрған, мына жерде 2 грамм жоқ. Қайда кеткен білмейсіздер. Значит, 2 грамм деген ол химияда минус. Яғни бұл шығын. Шығын бізде мына өнімде бізде 2 граммды береді. Бізде енді сіздерге шығымды тап дейді ғой. Шығымды табатын болсақ, біз не істейміз? Мына жердегі практикалық массаны апарып, теориялық масса 32-ке бөліп, 100%-ға көбейтеміз. Сонда бізде мына реакцияның шығымы қанша пайыз екендігі шығады, яғни пайдалысы. Ал шығын деген ол сіздерде зияны, яғни минусы. Орысша айтқанда расход. Бізде жалпылама процесі осылай. Яғни есепті сіздер осы заңдылықпен шығарады екенсіздер. Жалпылама шығымның бізде 3 формуласы бар. Шығынға байланысты. Біріншісі массаға байланысты, жаңа айтып өткенімдей, сіздер не істеңіздер? 30 грамм практикалық масса, яғни масса практиканы апарып бөлген екенсіздер масса теорияға. Бұл масса бойынша. Енді шығым деген бізде жалпылама процентпен берілетіндіктен 100%-ға апарып көбейтесіздер. Одан кейін көлемге байланысты шығым бар бізде. Яғни көлем практика бөлінген көлем бізде теория. Осыны апарып 100%-ға көбейтесіздер. Тура сол сияқты сіздерде шығымның зат мөлшеріне байланысты. Зат мөлшері практика бөлінген зат мөлшері теориялық. Осыны апарып 100%-ға көбейтеді екенбіз. Яғни жалпы шығымға байланысты формулалар осылай 3 топқа жіктелінеді. Енді шығымға байланысты бізде кездесетін теориялық ақпараттармен бөлісе кетейін. Шығым тек қана реакция өнімдеріне ғана қолданылады екен. Реагентке қатысты қолдана алмайсыздар. Не үшін? Өйткені сіздер реакцияның өнімінен есептеп аласыздар ғой, реакциядан. Өнімде түзілген заттан есептеп аласыздар. Әрекеттесіп жатқан заттарға қатысты емес. Есепте өнімге қатысты қандай да бір сандық мән берілетін болса, ол бізде әр қашанда практикалық шамаға сәйкес келеді екен. Ал теңдеулер арқылы есептеп өзіміз алатын масса ол бізде теориялық мәнді береді. Яғни есеп арқылы шығарып алатындарыңыз всегда ол сіздерде теориялық. Теориялық сандық мән бізде әр қашан практикалық
практикадан көп болады екен. Мысалы, мына жерде сіздерде практикада қанша болды? 30 грамм болды. Ал теориямыз бізде 32 грамм. Яғни көп болып тұр. Заңдылық бізде жүзеге асып жатыр. Сонда естеріңізде сақтайсыздар. Теориялық масса менде көп болу керек, практикалық масса менде аз болу керек деп. Осындай жалпылама бізде ОБТ-да келетін информациялар бар екен. Енді бұған байланысты біздер есептер шығару арқылы жаттығатын боламыз. Бірінші есеп, егер өнімнің шығымы 95% құрайтын болса, 60 грамм магнийге сұйытылған күкірт қышқылмен әсер еткенде қанша көлем сутек газы бөлінді дейді. Реакция теңдеуін жазатын болсақ, магний бізде күкірт қышқылмен реакцияласқан екен. H2SO4. Сонда бізде реакция теңдеуі қарапайым түрде жүзеге асады. Магнийдің сульфаты және де сутегі газы бөлініп шығады екен. Енді 60 грамм бізде магний бар. Бізде не дейді? Қанша көлем сутек газы бөлінді дейді. X-ті қоямыз. Енді астына бізде магнийдікі 24 мр. Бізде сутегінің көлемін сұрап тұр. 22,4 қалыпты жағдайдағы көлемді қоямыз. Осы жерден X-ті апарып есептеп алайық. Есептеп алатынымыз бұл бізде теориялық. Жаңа қарастырған болатынбыз. Сонда 60-ты көбейтеміз 22,4-ке и бөлеміз 24-ке. Бізде шығады екен 56. Енді 56 литр сіздерде, бұл 56 литр сіздерде теориялық көлем. Осының шығымы бізде 95% құрайды дейді. Енді естеріңізде сақтауларыңыз керек. Мына шығарып алған 56 литрларыңыз, есептеп алғандарыңыз всегда сіздерде 100% болады. Сіздердің есептің берілгендегі проценті X-ті қойып табастар. 95% қанша деп. X литр. Бұл сіздерде практикалық. Сонда 56 көбейтілген 95 бөлінген 100. 53-те 2. Бізде 53-те 2 литр шығады екен. Яғни есептің жауабы осы. Келесі енді бізде массасы 1 тонна кальций гидроксидін алу үшін су мен кальций оксидінің қандай массасын әрекеттестіру керек? Кальций гидроксидінің практикалық шығымы бізде 97% құрайды дейді. Енді қараңыздар, кальций гидроксидінің практикалық шығымы беріліп тұр и массасы беріліп тұр 1 тонна деп. Сонда қараңыздар, 1 тонна бұл сіздерде шығымы бойынша 97% құрап тұр. Сіздерге енді 100% тауы керек қой. 100%-ым қанша деп? X-ті табастыр осы жерден. Так. Бір көбейтілген 100 бөлінген 97. 1/3 тонна. 1/3 тонна бұл бізде 100%. Енді сіздерде бұл тоннамен берілген. Бізде реакцияға апарып салған кезде килограммға айналдыру керек. Значит, килограммға айналдыру үшін 1000-ға апарып көбейт саламыз. Сонда осыны апарып 1000-ға көбейтетін болсақ, бізде 1030 килограмм шығады екен. Енді реакция теңдеуін жазатын болсақ, кальций оксидіне бізде су қосқан екен. Сонда кальцийдің гидроксиді алынған. Кальций OH2. Енді осы жерде бізде 1030 килограмм бізде кальцийдің гидроксиді бар. Бізде қандай массасын әрекеттестіру керек дейді? Су мен кальций оксидінің. Яғни кальций оксидіне X-ті қоямыз. 40-16-56 мр. Кальций гидроксидінікі бізде 74. X есептейтін болсақ, көбейтілген 56
бөлінген 74. Сонда 780 де 16. 780 де 16. X'тен болады. 780 де 16 шығады екен. Түсінікті болды деген ойдамын. Есептің берілгеніне қатысты болатын болса, керісінше болады, яғни процент. Есепте сіздерде қараңыздар. Мына жерде өнімге балансы процент берілген кезде біз 100% деп мына пайызды таптық. Ал егер есептің берілгенде сіздерде керісінше реагентке қатысты болатын болса, яғни біз 97% деп мына жерде 100%-ын тапқан екенбіз. Келесісі енді бізде массасы 980 грамм 15% күкірт қышқылы калий гидроксидімен әрекеттескенде мынандай сульфат түзілді дейді. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымы. Күкірт қышқылы бізде H2SO4. Осы бізде калий гидроксидімен әрекеттескен екен. Сонда бізде не түзіледі? Калийдің сульфаты түзіледі. Және де су молекуласы түзіліп жатыр. 2 и мына жерде 2. Все, реакциямыз теңесті. Енді 980 грамм бізде 15%-дық дейді. Яғни 980 грамм сіздерде 100%, 15%-ым қанша? X грамм. X есептеп табасыздар. Так, 980 көбейтілген 15 бөлінген 100. 147 грамм. 147 грамм сіздерде не бар? Күкірт қышқылы. Емері бізде 98-де наныкі. Осы жерде калий сульфаты алынды. И бізде өнімнің массалық үлесі дейді. Массалық үлес дейтін болса, кәдімгі шығымды есептей бересіздер. Сонда калий сульфатына апарып X-ті қоямыз. Осының біз апарып массасын есептейміз. Наныкі бізде 174. Сонда 174 көбейтілген 147 бөлінген 98. Бізде 261 грамм калий сульфаты алынды. Енді біз не істейміз? 261 грамм алынған екен. 65-те 25 грамм бізде бағанағы формулаға саламыз. 65-те 25 граммды апарып біз бөледі екен біз 261 граммға. И көбейтеміз 100%-ға. Так, сонда бізде шығады 65-те 25 бөлінген 261 25% шығады екен. Бұл жерде қарапайым түрде тек сіздерде есептің берілгенде 980 грамм 15%-дық деп тағы бір процент берген. Бұны да осылай шатастыру үшін сіздерге проценттерді көбірек береді. Оқушылар чтобы шатасып қалу үшін. Сіздер шатаспаңыздар. Бұны шығару өте оңай. Яғни 15%-ын тауып аламыз. Сосын реакцияға апарып қойып, сіздер табады екенсіздер теориялық массаны тапқаннан кейін бізде апарып практикалық масса арқылы шығымды есептеп табады екенсіздер. Енді бізде келесі есеп. Массасы 11,7 грамм натрий хлориді концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін хлорсутектің массасын есептеңдер. Өнімнің шығыны дейді 10%-ға тең дейді. Бізде енді натрий хлориді бар екен. Осыны апарып H2SO4 пен концентрлісімен әрекеттестірген. Сонда бізде не түзіледі? Натрийдің сульфаты түзіледі и H хлор түзіледі. Теңестірсек, мына жаққа 2, мына жаққа барып 2-ні қоямыз. Енді 11,7 грамм бізде натрийдің хлориді бар. Түзілетін хлорсутектің массасы дейді. X-ті қоямыз. Мынаның емері бізде 73. Мынанікі бізде 117 емері. Бірі түрі жылжиды, сонда бізде 7,3 грамм шығады екен H хлордың жалпылама массасы. Енді қараңыздар.
Сіздерде мынандай бір ыдыс бар. Енді осы ыдыстағы сіздерге жалпы масса 7,3 грамм. Осының 10% сіздерде мусор, таза емес зат. Қалған 90% ғана бізде таза зат. Бізге енді мусордың химияда пайдасы жоқ қой. Мусордың кез келген жерде пайдасы жоқ. Шығын деген сол мусор. Бізге 90%-ның ғана массасы керек. Значит, сіздер мұна 7,3 граммды 100% деп 90%-ын табасыздар таза затта. X деп. Өйткені бізге таза заттың ғана массасы керек. 7,3 көбейтілген бізде 0,9. 6,57 грамм бұл бізде таза зат. Яғни 10% шығын дейтін болса, біз осылай есептеп табады екенбіз. Келесі зат мөлшері 6 моль алюминий күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін сутектің массасын есептеңіз. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымы 80%-ға тең дейді. Алюминий күкірт қышқылымен әрекеттесіп жатыр. Алюминийдің сульфаты. Және де бізде сутегі газы бөлінеді екен. Енді қараңыздар, сульфаттан мына жақта 3, значит, мына жаққа 3-ті қойып теңестіреміз. Алюминийден 2 теңестіреміз. Сутегі 6 болып кетті, значит, мына жаққа 3-ті қоямыз. 6 моль алюминий. Астында, значит, коэффициентін қоямыз. Сонда бізде түзілетін сутектің массасы X 6, я емері. X-ті табатын болсақ 6,36, 2-ке бөлсек 18. Бізде X, яғни теориялық масса 18 грамм болды. Осының шығымы 80%-ға тең дейді. Значит, біз не істейміз? Мына өнімдегі масса бізде всегда 100%-ды құрайтындығын білуіміз керек. Сонда 18-ді сіздер 100% деп аласыздар, табасыздар 80%-ым қанша деп. X. X сонда бізде 14,4 грамм шығады екен. Яғни жалпы шығынға балансты есептер бізде осы типті кездеседі екен. Қатты бір күрделі емес, тек проценттерді дұрыс қолдана алуларыңыз керек. Енді ары қарай осы типті есептер келеді, ары қарай практика жасайық. Бізде бүйтеді. Өнімнің шығымы теориялық мүмкіндіктің 75%-ын құрайтын болса, тұз қышқылының артық мөлшері 5,4 грамм алюминиймен әрекеттескенде бөлінетін сутектің көлемі. Тура бағанағыдай болады. Бізде алюминийге апарып хлор сутекті қосамыз. Сонда алюминий хлор 3 және де сутегі бөлініп шығады екен. Енді мынаны жұптастырып жүрейік. 6 хлор болды. Мына жаққа 6, алюминийдан 2, сутегін теңестіретін болсақ, мына жаққа апарып 3-ті қоямыз. 5,4 грамм алюминиймен әрекеттескенде дейді. Мынау 5,4 грамм. Емері бізде 27, 2 еселесек 54 болады. Бізде бөлінетін сутектің көлемі X. Мынау бізде 67-те 2, 22-де 4-ті апарып 3 еселейміз. Осы жерден апарып біз X-ті табайық. Так, X-ті табатын болсақ, 5-те 4 көбейтілген 67-де 2 бөлінген 54. Ой, мен қарамаппын ғой. X сонда бізде 6-та 72. Бірі түр жылжыта салса да болады, негізі мына жерде 5-те 4 пен 54-ті мән бермей қалыппын. Сіздер солай жасасаңыздар болады. Енді 6-та 72 бұл бізде теориялық жалпылама көлем. Бұл, значит, бізде 100%-ді береді. Бізге неше пайызын табу керек? Өнімге қатысты 75%-ын есептеп табу керек. X литр дейсіздер. Сонда 6-та 72 көбейтілген
75. Яғни 5,4. 100-ге бөлесіздер. 5,4 литр бізде жалпылама сутектің көлемі шығады екен. Яғни өнімге қатысты болатын болса 100% деп 75%-ын табасыздар. Келесі енді бізде егер шығымы 80% болса 1 килограмм әктасты қыздырғанда алынған кальций оксидінің массасы дейді. Әктас кальций карбонаты температураға қатысында қыздыратын болсақ, кальций оксиді және СО2 көмірқышқыл газына бізде ыдырайды екен. Бізде бұдан 1 килограмм бар. Граммға айналдыратын болсақ, бізде 1000 грамм болады. Астына 100 қоямыз. Кальций оксидінің массасы X. Мынау бізде 56, я? Сонда 1 0 қысқарады, бізде 560 грамм бізде кальций оксиді түзілген. Осының шығымы сіздерде 80% құрайды екен. Яғни не істейсіздер? 560-ды сіздер 100% деп аласыздар. 80%-ым қанша дейсіздер? Сонда бізде 448 грамм шығады екен. Тура бағанағыдай өнімге қатысты болғандықтан 80%-ын есептеп таптық. Келесі 44,8 литр хлор газын сутек газ арқылы өткізгенде 67,2 литр өнім түзілді. Өнімнің шығымы қандай дейді? Хлорды апарып сутекпен әрекеттестіреміз. H хлор түзіледі. 2 еселейміз. Бізде өнімнің шығымын тап деп тұр. Онда біз 44,8 литрді хлорға қою арқылы өнімге апарып X-ті қоямыз. Астына қалыпты жағдайдағы көлем 44,8. Мына жерде бізде 22,4. Осы жерден сіздер X-ті табасыздар. Сонда бізде 89,6 литр шығады екен. Енді шығымды табатын болсақ, біз не істейміз? Мына 89,6 бұл теориялық. Біз не істейміз? 67,2 литр алынды дейді, өнім түзілді дейді, түзіліп қойған уже. Яғни сіздер практиканы апарып 89,6 теорияға бөліп 100%-ға көбейте салады екенсіздер. Яғни бізде 75% бұл бізде шығым. Өте оңай. Келесі енді сіздерде 15 литр азотпен сутек жоғары қысымда әрекеттескенде шығым 50% болса өнімнің көлемі дейді. Азот, N2 қосылған сутек. Бізде бұл Габбер процесс деп аталынады. ОБТ-да 10 класының 1 бөлімі. Өте көп информация сұралады, сондықтан алдағы уақытта қарастырасыздар. Енді 2 деген 2 еселеп жібереміз, жұптастырамыз. Сонда мына жерге 3-ті қоямыз. Так, все. 15 литр бізде азот бар. 30 литр бізде сутек бар. Астында 67,2 мұнакі 22,4-ті 3 еселедік. Мына жерде бізде 22,4. Сіздер не істейсіздер? Әрекеттесіп жатқан заттардың екеуінің де мәні берілетін болса, екеуінің де зат мөлшерлерін есептейсіздер. Қайсысы кіші, сол арқылы өніммен жұмыс жасайсыздар. Өнімнің де бізде көлемі сұрап тұр. 44,8. Зат мөлшерлерін есептейсіздер. 15-ті 22,4-ге бөлесіздер. 30-ды 67,2-ге бөледі екенсіздер. Сонда мына жерде 0-де 6, мына жерде бізде 0-де 4 шығады екен. Яғни кішісі арқылы есептейміз. Кішісі бізде сутекпен жүзеге асады. Яғни X-ті табасыздар. Сіздер 44,8-ді 30 литрға көбейтіп, 67-де 2-ге апарып бөледі екенсіздер. Бізде сонда шығады 20 литр. Енді 20 литр бізде теориялық көлем, бұл 100%. Бізге 50%-ын есептеп тауы керек. X литр. X сонда бізде шығады екен жартысы 10 литр. Бұл есептің шығару жолы, яғни қарапайым түрде. Тек қана бұл жерде әрекеттесіп жатқан екі заттың да көлемдерін берген, қайсысы кіші, сол арқылы есептеу керек.
Келесі есеп бізге массасы 112 килограмм азот сутекпен әрекеттескенде дейді. Азот сутекпен әрекеттесіп жатыр, бізде аммиак түзіледі екен. Так. Все, теңестірдік. 112 килограмм азот. Астына килограмм болса да эмерін қоямыз. 28. Бізге аммиактың көлемін есептеңдер дейді. X-ті қояйық. 44-те 8. X-ті апарып есептеп таба саласыздар. Сонда бізде шығады екен 179-да 2. 179-да 2 енді бізде 100%. Тура бағанағыдай. 80%-ым қанша деп мынау массаға балансты меді. Так, 179-да 2 бізде литр, значит X литр дейміз. Сонда 80%-ымыз бізде 143-те 36 шығады екен. Яғни өте оңай. Келесі бізде көлемі 400 литр қалыпты жағдайдағы ауадан 78% азоттан тұрады дейді. Қараңыздар, сіздерде мынандай бір мынау ауа дейік. Жалпы жер шарындағы ауа. Осы барлығы 400 литрді алып тұр. Енді ауаның құрамында бізде әртүрлі газдар бар ғой, ауа қоспа бізде. Мына жағында бізде 78% азот, 21% оттек, қалғаны инертті газдар. Яғни осы жердегі 400 литр бізде 100% ғой ауа. Құрамындағы 78%-ым азоттың проценті X литр деп X-ті табамыз. Яғни X-ті табатын болсақ, бізде шығады екен 312 литр. 312 литр бізде азоттың көлемі екен. Енді қараңыздар, ауадан алынатын аммиактың көлемі. Ауадан аммиакты алатын реакция теңдеуі бізде жоқ. Значит, біз не істейміз? Ауаның құрамындағы азоттың көлемі білгендіктен азотпен реакция теңдеуі бар аммиакты алыну. Яғни азотпен біз сутекті әрекеттестіреміз. Сонда NH3 түзіледі екен. 2 еселейміз, мына жаққа 3-ті қоямыз. 312 литр бізде азоттың көлемі. Астына біз 22,4-ті қоямыз. Не істеу керек? Аммиактың көлемін анықта дейді. X. Астына 44-те 8-ді қояды екенбіз. Сонда X-ымыздан бізде 624 литр жалпылама көлем шықты. Енді бұл шыққан 624-іміз бізде 100%-ді береді. Өйткені шығымы бізде 25%-ді құрап тұр. Міне. 25%-ым қанша X литр деп X-ті апарып есептеп табады екенбіз. Сонда бізде шығады 156 литр. Бұл бізде аммиактың шығымымен есептеп тапқан кездегі көлем. Жалпы оқушылар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Шығым мен шығынға байланысты есептер тек осы типті келеді. Шығынға байланысты есептер бағанағы типтес, 10%, 20%, 50% деген сияқты, шығын деген сияқты. Сіздер не істейсіздер? Таза затты тауып аласыздар, сол таза зат арқылы есептеп табасыздар. Яғни, мысалы 20% шығын дейтін болса, 100%-дан 20% азайтып тастайсыздар, қалған процент ол бізде шығымның процент екен. Ал енді шығынға байланысты берілетін есептерде сіздер, яғни өнімге қатысты берілетін болса, всегда 100% деп алып, жаңағы берілген проценттерді тауып отырасыздар. Сіздермен болған айың апайларыңыз сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңыздар.